Тақырып 2-1. Жасанды интеллекті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуде пайдалану. Яғни бұл жерде біз бұны MVP жасамай тұрып, ең алғашқы бізге идея керек. Идея деген мұғалімнің бұл проектті тек қана жасанды интеллекті үйрену үшін жасап қою емес, өзінің өмірінде қолдану үшін, колледжіне, өзінің әдістемелік құралына, жарысқа қолдану үшін бір идея керек та. Идеяны іздеудің екі жолы бар. Жаңадан идея немесе с нуля идея, немесе бар идеяны өзіне ыңғайлы қылып көшіру или ребрендинг жасау. Мысалы, дайын бір сайт түрлері болады, дайын бір идеялар болады, соларға байланысты ақпараттарға қолдану арқылы өзінің ыңғайлын жасау деген сияқты да. Бұл үшін бізге GPT көмектеседі және Perplexity деген көмектеседі. GPT жаңа идеяларға жақсы да. Perplexity бар нәрседен, бар сайттардан ішіндегі ақпараттарды өзіне көшіріп алу. Так, енді осыны жасауға кірсек, мысалы жаңа идея. Менің өзімде мынандай бір жаңа идея болған. Колледждерге арналған. Так, қазір көрейік. Мына цифровизация колледжі деген. Яғни колледждерге арналған цифровизациялық ұсыным деген бір идея болды. Мына жерде команда, мына жерде проблема, әр колледждің проблемасы қандай, нормальный сайттары, цифровой имидждер жоқ, преподаватель работающий бастарым, то есть документ оборот деген сияқты мынандай бір проблемалар бар. Көп колледждерде кездесетін. Соларға студенттер өзінің расписаниясын білмейді, потом WorldSkills дайындық процесі деген сияқты да. И осыларға біз как бизнес идея ретінде мынандай пакеттер ұсынған болатынбыз. Осы пакет арқылы колледждерді дамытамыз. Бірінші пакетте, екінші пакетте уже WorldSkills дайындаймыз, үшінші пакетте уже более серьезный заттар жасаймыз деген сияқты. Осындай мысалы бизнес түрі бар деп естідік. Осындай презентация форматында. Енді біз бұдан да оны колледждердің вниманиясын алу үшін сайт форматына өткізімізге батыр. Сайтта уже более детальный ақпараттар тұрады, детальный информациялар тұрады. Дәл осы идеяны алайық та, енді сайт форматына өткізейік. Мысалы, цифровой колледж дегендерді біз итак басында GPT-мен мен ақылдасып отырып, осылай шығарғам. Мысалы, GPT-ді көрейік. Так, GPT-ді колледждерге ұсыныс хат. Басында не істедік? Ұсыныс хат цифровизацияға байланысты мен мынаны жасай аламын, мынаны істей аламын дедім. Осыған байланысты біз официальный хаттама түрін жасап бердік. И осылай әртүрлі ұсыныстарды бізге жасап берді. Бірінші вариант, екінші вариант, үшінші вариант деген сияқты қылып. Мына жерде аналитика. Яғни өздеріңіздің мұғалімдерге солай сұрайсыздар, қазіргі проблемаларыңыз сайт форматына өткізу үшін бір идея ойлап табыңдар дейсіз. Немесе алдын ала 2-3 идея оларға ұсынасыздар. Мұғалім портфолиосы, хакатонға дайындап, любой бір хакатонға тау болу керек, сол жақында болатын. Тағы не болу мүмкін? Хакатонға дайындап, мұғалім портфолиосын құрастыратын. Колледжге, колледж сайтын жасау. Яғни, курс барысында сізде тек қана любой нәрсе емес, мұғалім оны қолданатындай мүмкіншілік беру керек. Сол кезде ол бұл жасанды интеллекті тек қана үйрену үшін ғана емес, кейін басқаларға көрсету үшін, бұл проектті басқаларға қолдану үшін жасайтын болса, мотивациясы көбірек болады. Менде қазір мотивация осы түсіндірге цифровизациялық колледжді жасау. Так, енді осыған біз сайтты GPT-мен құрастырып алдық. Енді GPT-мен құрастырғаннан кейін мынаның ішіндегі менде уже дайын ақпараттар бар. Команда жайлы ақпараттар, проблемалар жайлы ақпараттар. Маған осы ақпараттардың барлығы керек. Ақпараттардың барлығын мен басында идея таңдап осыларды жинадым ғой, анализ жасап. Енді осылардың ақпараттарды қалай мен бөлек бір бүкіл текст қылып көшіріп аламын.
негізі мынаны ішінен де көрсетсем болады. Бірақ мен сіздерге GPT мен осы идеяны құрастырып, енді Perplexity деген искусственный интеллектті көрсеткім келіп жатыр. Сол арқылы бүкіл ақпараттарды көшіру үшін. Так, ол үшін бізде мынандай Comet дейтін браузер болады. Міне браузерға кіреміз де. Бұл жерде Perplexity сайтына жасанды интеллектті қолданады. Ол жасанды интеллекттің күшті тұсы керекті ақпараттарды тек қана интернет желісінен алады да, сол жерге ресурстармен бөлінеді. Мысалы мен бүйттім, менде 2 монитор бар деп сатып алуға келетін. Осы 2 монитор характеристика бойынша бір-бірімен қолданып, ценасы жағынан разницасы бар, соны қайсысы маған ыңғайлы екенін тауып бердім. Бұлар 2 мониторды интернеттегі бар ақпараттарға байланысты анализ жасап, маған қайсы дұрыс емес екенін шығарып беруге тырысты. Осылай. Енді мен бағана Цифровизация колледж деген осы сайт арқылы ашамын да, мұнда ассистент деген болады. И ассистент арқылы осы документтегі ақпараттарды көшіріп сайт жасауға ыңғайлы қылып етіп жасап берсен дейміз да. Бұл жасанды интеллект мақсаты. Мұнда сіз сайт ашасыз, осы документ ашасыз, может Instagram ашсаңыз болады, кейбір бизнес иелерінің нелер болады, Instagramдар болады. Даже Instagramдан өзінен үшін ақпарат алуға болады. Мысалы мына жерде кетті, басты экран деп, hero деп кетті да, информация, ішіндегі ақпараттар, даже автордың аттарын көріңіздер ме? Сіздерге даже автордың бөлек атын жазып жүрген қажет жоқ, бүкіл информацияны алып береді. Мына жерде кетті, барлығын жасап жатыр, қазір іздеп жатыр. Мен сіздерге бүйтіп Instagram арқылы да кіріп көрсетейін. Браузер арқылы, мысалы бір бизнес иесі бар, ондай компьютерный клуб бар. Көп компьютерный клубтар енді Instagram'дан тұрады ғой. Даже осыған ішінде ассистентті басып, осыған байланысты ақпараттарды осымен алсаңыздар болады да. Кез келген сайтқа кіріп, сол сайттың ішіндегі ақпараттарды алуға болады деп түсіндіргім келіп жатыр. Так. Міне, мына жақтағы біздің керекті ақпараттарымыз барлығын алып, бізге керекті информациялармен, ценасымен барлығын бізге шығарып берді. Кетті. Мысалы, мынақтағы бір Instagram кірді, бір бизнес иесі ретінде кірді, айтты. Осы бизнеске сайт жасау керекті ақпараттарды алып сайт жасауға ыңғайлы етіп берсен. Яғни мына жақтағы адресі, телефон номері бөлек, олардың бәрін жазып жүрген жоқ та. Бүкіл информацияны осы жерден алып береді. Мына жердегі қараңыздар, аты жөні, Instagram'ның қандай ішіндегі болатын болса, даже мына жердегі нелердің посттардың ішіндегі ақпараттарына алып беріп жатыр да. Ақша суммасының прайсының ішінде қараңыздар, прайстар, скорее всего, прайсының ішінде тұр. Бұлардың бәрін көшірем дегенше сізге мен логин жасамадым, сол үшін көрінбей тұр. Прайстарды көшірем деп бөлек жазғанша барлығын алып береді. Осы Perplexity дейтін жасанды интеллектті қолдануды үйретуіміз керек. Екінші модульде. Осылай алдық. Так, мынау бізге барлығын алып берді. Бүкіл нәрсе қаласаң, WordPress анау-мынауға жасап береміз. Жоқ, WordPress бізге ештеңе қажет емес. Біз идеяны таңдадық та, GPT мен Perplexity қолдан үйреттік. GPT-ді басын көбісі біледі, Perplexity установка жасау, логин жасау деген сияқтыларға арналған екен. Примерно 2 сағатта кетеді деп жазып қойғаны. Идея не үшін маңызды екен осы жерде түсіндіресіздер. Біз ақпарат жинау функцияларын Perplexity жасадық. Міне ақпараттан бәрін жинап қойдық. Келесі. Так, ақпараттар жинаймыз да, артық көшіреміз де. Мұнда қойып аламыз. Так. Мына жерде қалай қолданыс дегендердің бәрін алып тастаймыз да. Ақпараттың бәрін көшіріп, мына жақта бір бетке көшіріп салып қоямыз.
мына жерде қарасаңыз мына файл деген линктерін береді. Perplexity'nin маңызы еще қай жерден алған линктерін үшін алып береді да. Мысалы бүйтіп алсаңыз, мысалы әділет заң сайтынан педагогтың жаңа категория алу өзгерістерін тауып берсең. Яғни бұндай маңызды ақпараттарды біз GPT-ға бере алмаймыз. GPT өзін ойдан құрастырып кетуі мүмкін. А бұл қараңыз, интернеттегі бар сайттардың ішінен іздеп тауып береді. Яғни мен сайттың өзін жаздым. Немесе кейде сайт емес, просто педагогтың жаңа категорияны алу процестерін десең де өзі-ақ тауып береді. И мысалы мынандай бір ақпаратты таптым дейді, қайдан тапқанын ссылкасын көрсетеді, көрдіңіздер ма? Мыналарды таптым дейді, қайдан алған ссылкасын көрсетеді. Яғни осы туралы ары қарай педагог өзі зерттегісі келсе, мына ссылкамен кіріп, ары қарай өзі-ақ оқи алады да. Уже ондай достоверно деген сөз да, ақпараттар. Былай андай галлюцинация жоқ деген сөз. Осындай нәрселерге, осындай жұмыстарға Perplexity қолдануды үйретесіздер бастапқыда. Мысал ретінде, мұнда біз ақпараттар жинадық. Давайте файл деген бәрін өшіріп тастайық. Бізге керегі болуы мүмкін. Файл деген бәрін replace olduğumuzda бәрін өшіріп тастадық. Так, мыналардың барлығы кетті, барлығын жаздық. Келесі этап бізде бірінші тақырып бізде осымен бітті.